Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай коржики жасаймыз. Оп-оңай жасалады. Мен сіздерге екі түрлі жасалу жолын көрсеттім. Достар, бізге қант, сары май, ұн, сүт, жұмыртқа және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды, сүтімізді араластырып аламыз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды қосып, сары майымызды қосып, жөн біріктіріп аламыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай болды. Енді осыны 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Сонымен коржиктарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз.